Барлықтарыңа сәлем достар, сендермен бірге мен Турба Тазақ және де достар, бүгін біздер Брайан Роттарды ұтып алу үшін сноуборд айдайтын боламыз. Так достар, бүгін бізді осындай картаға лақтырды, яғни бүгін біз осындай ойын ойнайтын боламыз. Қараңдар, біздер осындай сноуборд айдап, әртүрлі Брайан Роттарды ұту керекпіз. Итак достар, қандай Брайан Ротт таңдасақ болады? Давайте бір қымбат Брайан Ротт таңдайық. Кішкене қымбаттау немесе Lucky Block алсақ болады. Давайте Lucky Block алайық. Себебі мына барлық Брайан Роттардың бағасы кішкене арзандау, бізге бұл әзірше керек емес. И так достар, қараңдар, бізге қымбат бір Брайан Ротт беріпті игроктар. Офигеть. Мен білмеймін кім екенін, бірақ бізге жап-жаңа біреу бір қымбат Брайан Ротт берді. Оны осы жерге қояйық достар. Бұл бізде 21 миллион алып келеді секундына. Lucky Block'ты мына жерге қойып ашайық достар. И бұдан бізге не түседі? И бұдан бізге триппи-троппи түсті. Триппи-троппины осы жерге қояйық достар. Так, ақшамызды жинап алайық. И мұнау деген кәдімгідей 21 миллион алып келеді ғой шынымен секундына. Аты қалай бұның? Бұның аты бізде Espresso Signora дейді достар. И және триппи-троп. Кеттік достар, магазинге барайық и магазиннен өзімізге жаңа борт сатып алайық. Так, олардың бағалары қандай? Так, бізде 300 миллиондай бар. Немесе тағы да ақша жинап алып, тағы да алсақ болады. 650 миллион. Кеттік онда. 1 биллиондыкін сатып алайық сразу же достар, қараңдар. Міне 1 биллиондық бар, Kingport дейді. И осыны сатып алайық достар. Қараңдар. Мұнау деген кәдімгідей күшті сияқты ғой. Бір жаңа жылдағы Дед Мороз бар ғой, Дед Мороз. Сол бізге беретін подарок сияқты. Немесе со шыны бар ғой айдайтын, дәл осы ұқсайды екен. Былай айтсақ, өте әдемі екен достар. Сонымен апгрейдске кірейік и кеттік. Бұл жерде не істейміз достар? Бұл жерде біздер апгрейд жасаймыз достар. Спидті апгрейд жасайық. Максимально нешеге дейін жасауға болады. Кеттік, жасадық. И мынаны да жасайық. Максимально жасадық и кеттік. Мұнау чо за гигант? Мұнау не істеп жатыр? Не істейді бұл? Бұл бізді лақтыра ма? Қалай өзі? Жақсы, кеттік достар. Так, біздің сноуборд басталды. Так, Uncommon деген уровенде өттік. Бүгінгі негізгі мақсатымыз достар, ең соңғы уровенге дейін өту. Жалпы осы ойынды өту деп айтсақ та болады. Так, енді біздер қайқа дейін жеттік? Legendary'ге дейін жеттік достар. Ойландыршы. Legendary. И опа! Так. Мистикке дейін де жеттік достар. И жоқ. Келесі уровенге жете алмай қалдық достар. Жақсы. Онда біздер Legendary'ге барып, бір нені алып кетейік, Брайан Ротт алып кетейік, қымбат. Кеттік, ұшамыз достар. Мынау секіргені кәдімгідей күшті екен. Қараңдар, тағы да қараңдар. Оп, күшті секіреді екенбіз. Так, міне осы жақтан бір қымбат Брайан Ротт алып кету керек достар. Себебі біздің ары қарай өте алмаймыз. Немесе Lucky Block алайық. Кеттік, Lucky Block алайық. И ұшамыз. Өзімді бір жеңіл сезініп кеттім. Себебі мына сноуборд кәдімгідей әдемі ұшады екен, қараңдар. Так, мынаяқтан құлап қалмау керек, главное. Опа, Брайан Ротт бергісі келіп тұр ма? Жазып жіберейік чатқа. Thank you. Рахмет деп жазып жібердік. Thank you деп жаздық, себебі ол бізге күшті подарок берді. Бұны біздер достар, Skibidi туалет, бұны осы жерге қояйық. Skibidi туалет достар бізге 3 миллион ақша алып келеді. Офигеть. Так, Lucky Block'тан не түседі екен достар, көрейікші. Lucky Block'тан Frigo Camelo түсті. Frigo Camelo'ны осы жерге қояйық. Так, болды, Frigo Camelo'ны қойдық. Енді не істесек болады? Так, мынаны апгрейд жасасақ болады. Апгрейд жасай тұрсақ болады. Себебі бұл өте көп ақша алып келуі мүмкін бізге. Болды. Бұл бізге енді неше алып келеді? Бұл бізге 63 миллион алып келеді. Офигеть. Одан да көп алып келеді ғой. Так, мынаны да көтерсек болады максимально. Так, давай. Максимально көтереміз. Нешеге дейін жетуі мүмкін, сонша көтереміз. Давай. И бұл бізге 1,4 миллион алып келеді. Нормально достар. Қатты ренжімейміз, өте жақсы. Так, енді барып достар тағы да жаңа апгрейд сатып алайық. Бұл енді біздер не аламыз? Так, Bounce алайық. Bounce деген неге жауап беретін мен білмеймін, бірақ достар шыны керек. И так, кеттік достар, сноуборд айдайық и ары қарай кеттік. Так, сразу 2 уровень өте аламыз ба? Иә, өте алдық достар. Қараңдар, 2 уровень өттік. Енді алдымызда бір сәт келе жатқандай сияқты ма? Не мұнау? Ойбай-ай, не мұнау? Жабышына қақып кетті ғой бізді. Қалай болды мұнау? Жақсы, кеттік ары қарай. Так, ұшамыз достар, ұшамыз. Так, ұшамыз деп бұн ғой. Айдаймыз да ұшамыз. Мұнау кәдімгідей сальто жасап жатыр ғой. Офигеть. Так, Legendary'ге жеттік, енді бізге ары қарай жету керек.
ары қарай жету керек. Жете аламыз ба? Жеттік спокойно. Так, мистикке жеттік. Енді келесі уровеньге дейін жете аламыз ба? Сразу. Жеттік, достар. Секретке дейін жеттік. Онда бір секрет, осы секреттен бір қымбат брейнрот алып кетейік, достар. 146 мың, жоқ, сен керек емесін. Лаки блок алайықшы, достар, одан да. Так, секрет лаки блок алайық и кеттік. Секрет лаки блок аламыз да ұшамыз базаға қарай. Себебі бізге басқа вариант жоқ. Ол жақта қымбат брейнроттар да бар, бірақ лучше осыны алып и осымен дамып көрейік. Бұдан кішкене қымбаттау брейнрот түсу мүмкін, достар. Сондықтан, егер де мүмкіндік болса, осы ойынды ойнап жатсаңдар, лучше лаки блок алың, чем қымбат брейнрот алғанша. Себебі лаки блоктан одан да қымбат брейнрот түсу мүмкін. И кеттік, лаки блок лақтырайық. Бұдан бір қымбат брейнрот түсу мүмкін. И каркар-кур түсті. Каркар-кур түсті. Бұл бізге 125 мың доллар секундына. Жақсы, болады, достар, болады. Бұны максималды түрде көтеріп тастайық сразу. Максималды түрде көтерейік. Так, давай. Нешеге дейін жетеді, соғанша көтерейік. Максимально. Каркар-кур енді бізге 23 миллион алып келеді секундда. Ойланыңдаршы, 23 миллион. Өте көп, өте күшті. Так, кеттік, достар. Бізге ары қарай өту керек. Дәл сол жаңағы секрет уровеньге барып, тағы да брейнрот алып келу керек. Себебі бізге брейнроттарды максимально түрде толтыру керек, чтобы осы ойынды тезірек өту үшін. Түсіндіңдер ғой? Осы ойынды тез өту үшін, достар, бізге брейнроттардың саны өте көп болу керек. Яғни бір 10 штук, мүмкін даже 15 штук болу керек шығар. Так, мынақа жеттік. Енді қандай бір қымбат брейнроттар бар? 350 мың алып келетін бар. Күте тұр, ұрмашы досым, 292 мың бар. Мынаны алайықшы. 354 мыңдікін. Горилло, Watermanдрилло. Все, кеттік осымен. Ұшамыз базаға қарай. Главное, базаға баратқан кезде құлап қалмау. Құлап қалсаң, өлесің сразу же и болды. Жолдың ортасына қалып қоясың, достар. Сондықтан абайлап, осай чисто бір жолмен бару керек. Міне осай келесіндерде, опа, и тағы да, опа. Көрдіңдер ме? Дәл база алып кел. Так, бұны мына жерге қойайық, достар. Міне, күшті. И так, достар, бұны біз осы жерге қойдық. Ақшамызды қайтадан жинап алайық и соны максималдық түрде көтеретін боламыз. Кеттік. Давай. Максималды түрде нешеге дейін жеткізуге болады, сонша жеткіземіз, достар. Так, болды, жеткіздік. Енді бізге Горилло, Watermanдрилло 34 миллион алып келеді секундда. Офигеть. 34 миллион, ойланыңдаршы. Так, достар, тағы да кеттік. Коммонға дейін барамыз біздер, достар, қайтадан. И тағы да бір қымбат брейнрот алу керек. Немесе тағы да бір 2-шеуін алсақ болады деген ойдамын, әзірше. 2-шеуін алып, сосын барып күте тұрсақ болады бір 5-10 минуттай. Сосын барып, тағы да апгрейд жасап, уже келесі уровеньге дейін өтуге болады деп ойлаймын. Болды, анкамынға дейін жеттік. Енді осы жерден бір қымбат брейнрот. 660 мың дейді. Ё-моё. Осыны алып кету керек, срочно. Ортуджини, Драгониджини дейді. Өте қымбат брейнрот, 660 мың секундына алып келеді. Бұл осы ивенттің несі сияқты, брейнрот сияқты. То есть жаңа мына ивент қосылмаса, мұны болмайтын еді. Так, болды, базаға жеттік, достар. Бұны біздер мына жерге қояйық. И бұл деген өте көп ақша алып келетін сияқты, достар. Көресіңдер, қараңдар. Бұны максимал түрде тоже көбейтеміз. Достар, көтердік и қараңдар. Бұл бізге 137 миллион алып келеді. Офигеть, достар. 137 миллион. Одан да көп көтерге болады, қараңдар. Одан да көп көтереміз ақшасын. Так, тағы да бір уровеньге көтерейік максималды. Болды, көтердік и қараңдар. Неше миллион алып келеді? 200 миллион секундына алып келеді, достар. И болды, қазір біздер тағы бір соңғы брейнротты алып қайтайық. И сонымен кішкене АФК тұра тұрамыз, яғни ойыннан тыс тұра тұрамыз, чтобы ақша жиналатындай. Опа, мынау не? Мынау саған жаңағы монстрлар жүреді ғой, тиіспейтін жер ғой. Ойбай, дәл көзіміздің алдымыздан өтіп кетті ғой. Так, давай. Опа! И міне келдік. Бізге қымбат бір брейнрот керек. Ей, ұрма мені, ұрма. Керек емес ұрып, досым. Біз сенің жауың емеспіз. 219 мың дейді. Мынаны алып кетейікші. Жоп, сахур. Құлап кеттік қой, бізді ұрып жіберді ғой анау. Ой, қандай жаман бұзақы адам екен. Қандай бұзақы жаман зат екен жаңағы ұрған. Адам емес, затта емес. Существо. Чудовище ғой, чудовище. Так, қайтадан барамыз. Енді басқа бізде амал жоқ. Бізге бір брейнрот керек. Ақыры бізге керек бір брейнрот. Так что бізге бару керек. И қайда жаңағы, міне, каркар-кур. Так, жүрш, мен артынан жүрш. Міне қалып қайту керек та, и сосын барып ұрлау керек оны. Каркар-кур. Жоқ, бұл керек емес, міне осын алайық. Жоп, сахур дейді. Жоп, сахур. Каркар-курға ұқсайды екен бірақ, достар. Сырт келбеті ұқсамаса да, бірақ
фигурасы ұқсайды екен каркаркурға. Бірақ чоп сахур екен. Асықпай базаға қайтатын боламыз. Так, каркаркурды достар максималды түрде көбейтіп тастайық сразу уровенін. Нешеге дейін жеткізуге болады екен, көрейікші. И біздер 26 миллион алып келеді секундына. Неплохо, өте жақсы. Так, сені де көтерейік. Сені де тағы да көтерейік, досым. Себебі сен де жақсы ақша алып келесің, и сені де көтерейік туалет. Итак, достар, біз қайтадан оралдық. Қазір біздер максималды түрде не сатып алуға болатынын көретін боламыз. Кеттік. Апгрейдске кірейік. И бұл жерде не алсақ болады. Так, скорості көтерсек болады, немесе мынаны максималды түрде көтердік. Боунс дегенді. Бұл бізге біз секірген кезде біздің секіруімізді үлкейтеді, яғни. Так, спидті да көтерейік максималды түрде. Спид та керек. Ого, қараңдар, маған брайнрот берді, достар. Бұл бізде 1,1 миллион алып келеді секундына. Офигеть, 1,1 миллион тұрады. Так, онда мыналарды көтеріп тастайық, мүмкіндік бар болғанша. Так, сені де көтеріп тастайық. Сені де көтерейік. Барлықтарыңды ұмытпаймыз. Барлық брайнроттарды көтерейік, онда әзірше ақша бар кезде. Сені де көтеріп тастайық. Так, трипотроппаны алып тастайық, достар, себебі бұл бізде өте ақша аз алып келеді. Сені, к сожалению, досым, сатып тастаймыз. Кеші, неге сатылмай қалды? Кес, болды, рахмет. $200 берді сондағысы біз. Так, Фриго Камеланы көтеру керек, кстати, достар. Давайте Фриго Камеланы көтеріп тастайық. Так, Фриго Камела бізге $12 миллион алып келеді. Ну, хоть что-то, достар. Хоть что-то, ол тұра берсін. Миллион болса, әйтеуір, миллион болса жақсы. Так что кеттік ары қарай. Апгрейдске қайтадан кіреміз, достар. И тағы да скорость алатын боламыз. И қалған ақшаға қазір кеттік. Енді тағы да келесі уровенге жетіп көрейік, достар. Енді мүмкін біз жете алатын шығармыз. Как көреміз, бізде жаңа ивент басталды, сондықтан көрейік. Бағымызды сынап көрейік. И өте аламыз бекен сол жаңағы уровеннен кейінгі басқа уровенде. Яғни, мана біз қараңдар. Мистикке жеттік, бірақ мана біздер анкамында болдық. Міне осы уровенде. Енді бізге, секретте болды. Енді бізге мына уровенге жетіп көру керек. И жете алмай қалдық, достар. Өкінішке орай біз жете алмай қалдық. Жақсы. Онда жаңағы біз болған уровенге барып, тағы да бір брайнрот алып қайтайық, достар. Бірақ біз ивентке үлгермей қалдық, жақсы. Онда брайнрот қатты қымбат болмайды. Ештеңе етпейді, достар. Бұндай болып тұрады ойын болғандықтан. Сондықтан, так, осы жерде қандай бір брайнрот бар? Бір нормальный қандай 350 мың дейді, 483 мыңды көріп тұрмын, осыны алайық. 480 мың тұрады, осыны алып кетейік. Осы да қымбат брайнрот. Тым жақсы. Қатты не істемейміз, ренжімейміз, өте жақсы. 483 мың алып келеді $, секундына. Итак, базаға келдік, достар. Бұны біз осы жерге қояйық. Ақшамызды максималды бар жерден жинап алайық. И қазір оны дамытатын боламыз. Қайда бұл бізде? Міне кеттік. Максималды түрде сен досым дамытатын боламыз. Давай. Нешеге дейін жеткізуге болады, сонша жеткіземіз. Давай. И ол бізге енді 300 миллион алып келеді секунда. Вау! Бізге әлі тағы да бір орын бар. Брайнротқа бар, тағы да алып қайтайықшы, достар. Бір брайнрот алып қайтайық тағы да. Так, қандай қымбат брайнроттар бар, достарым? 99 мың дейді. Мынау неше? 200 мың дейді. 266 мың дейді. Горилло Waterman алып кетейік. Басқа амалымыз жоқ. Екінші Горилло Waterman болады біздің базамыздағы. Так, бұны, достар, осы жерге қояйық. Бізде уже бір Горилло Waterman бар. Бұл бізге қанша ақша алып келеді, максималды көтерсек көрейікші. Так, уровень көтердік, достар. Енді бұл бізге 254 миллион алып келеді секундына. Өте күшті показатель. Қазір біз онда ақшамызды жинап алайық, сосын бар не сатып алуға болатынын көрейік. Қандай заттар сатып алуға болатынын көрейік. 574 миллион тұрады дейді. Мынау әзірше бізге ақша көп жоқ. Соншама ақша көп жоқ. Енді мыналарға барын жететіндей реберт жасауға болады, тағы да жасайық. Достар, мынаны қараңдар, жап-жаңа мен бір лаки блокты ұтып алдым. То есть жаңа бір ивент болды. Мен АФК тұрған кезде, ақша жинап жатқан кезде бір ивент болды, и бізге осындай күшті лаки блок берді. Бұны қазір бір ашатын боламыз. Қараңдар, не түсетінін көреміз. Так, бұл лаки блоктан бізге вау! Celestial түсті, достар. Мынаны қараңдар, Celestial. Қай жетеді? Міне бар ғой бізде ол. Celestial түсті. Бізде көбісі секрет, көріп тұрғаныңыздай секрет. Барлығы секрет. Мынау Celestial, и мынау Celestial. Енді бізде тағы да бір қымбат брайнрот бар. Қазір біз оны максималды түрде дамытатын боламыз, и сендерге көрсетемін. Мынаны қараңдар. Достар, бұл бізге
1,6 биллион секундын алып келеді. Мынау бізде 1,2 болса, бұл бізге енді 1,6 биллион алып келеді. Ойлаңдаршы. Так, достар, бізге, кстати, осыны көбейтуге болады үйімізді. Қараңдар. Міне 10-ші уровеньге дейін көтердік. Енді бізде екінші қабатымызда тағы да 10 орын бар. Мынаны қараңдар. Как көрсететін боламын сендерге. Күшті да? Мынаны қараңдар. 10 орын бар тағы да. Вообще күшті сияқты менің ойымша. Ақшамызды жинап алып, тағы да кішкене улучшение жасайық, достар, өзімізді. И тағы да барып, новый брейнрот алып қайтайық. Жап жаңа күшті тағы да 2 брейнрот берді. Мына бала. Рахмет оған үлкен. Thank you. Үлкен рахмет досым. Бізге тағы да брейнроттарды берді. Бұл брейнроттарды біз үстіне қойайық, и осы 2 брейнротты дамытайық онда. Өте үлкен рахмет мына балаға. Мен танымаймын, достар, шынымен ол баланы танымаймын, бірақ осы ойында күшті добрый адамдар өте көп. Мейірімді, өздерін көмектесетін адамдар көп екен. Біздер әлі соңғы уровеньге жеткен жоқпыз, достар. Сондықтан мына 2 брейнрот бізге әзірше керек. Оларды осы жерге қойайық. Так, мынау тралаледон, мынау сваксода дейді. Сваксода бізде бар. Мынаны көтерейікші максималды түрде. Бұл бізге қанша алып келетін болады, көрейік. Итак, достар, максималды түрде көбейттік. Бұл бізге 2 биллион секундын алып келеді. Офигеть. 2 биллион. Одан да көп екен, достар. Өте жақсы ақша алып келеді. Так что ақшамызды жинап алып, достар, қазір тағы да магазинге барайық и апгрейд жасасақ болады қазір уже. Так, не сатып алсақ болады? Бізге ақшамыз келетін тек осыған келеді әзірше. Осыны көбейттік максималды түрде и кеттік. Қазір сендерге көрсететін болам. Тағы да бір брейнрот алатын боламыз, достар. Тағы да бір брейнрот аламыз. Қазір сендерге көрсетем қандай брейнрот алатынымызды. Біздер әзірше қай уровеньге жеттік, как көрсетем сендерге. Так, біз мына мистикті өттік, коммонды да өттік и секретті де өттік. То есть не коммон, а секрет. Міне секретті ойбай, қалай жете алмай қалдық? Қалай жете алмай қалдық? Әзірше біз жеткен сияқты едік алдында. Жақсы, бір түрлі екен. Ондай болып тұрады, жақсы. Мұңаймаймыз. Онда мынаны сваксодан көтеріп тастайық пока что максималды түрде. Так, кеттік, достар. Ивент басталды. Тағы да бір жаңа ивент. Брейнрот алайық. Жаңа бір новый күшті брейнрот алу керек. Бірақ біз жаңа уровеньге қалай жете алмай қалғанымызды білмеймін. Себебі мына секрет деңгейін уровеньге. Себебі біз жете алатын едік негізі. Спокойно жете алатын едік. Так, мына жаққа тұрып қалайық. Сейв зонаға. Болды, бізге дым болмады. Ай, неге өте алмай тұрық біздер? Мен соны түсінбей тұрым. Жақсы, бізге боунс сатып алу керек сияқты. Боунс деген бізде прыжок. Қазір сендерге көрсетем, достар. Мүмкін соны сатып алсақ, біз жетіп қалармыз. Бірақ жаңа жетіп едім мен. Оған дейін жеттім негізі. Бұл бізде 5,7 миллион ба, сондай тұратын еді жаңа боунс. Сондықтан ақшамызды жинап алайық максималды түрде. 5,9 миллион. Енді бізде ақша жету керек. Көрейік. Так, бұл бізде неше тұрады? 5,2 миллион тұрады. Міне жетті, и бір скорость алайық тағы да. Кеттік. Енді жету керек. Енді жетпесе білмеймін, достар. Бұлай мүмкін емес жетпеу. Жету керек. Так. Міне, көрейік шал. Давай. Неге жете алмай тұрық? Алло! Неге? Біз жету керекпіз. Мен тағы да көретін боламын қазір, достар. Потому что мана жеттік. Мен өзім білем өткенімді. Так что жеттім. Мынау қазіргі болып жатқан бұл өтірік. Қалай жете алмай отырық, білмей тұрмын. Біз бір затты что-то не то жасап тұрық. Міне, осай келемізде қараңдар. И, міне, опа. Міне жеттік, енді жеттік, достар. Енді жеттік. Так, мияқтан бір лаки блок алып кетейік. Слэшл лаки блок дейді. Мұнау бізді жаман ұрады екен. Болмайды олай ұруға. Болмайды. Все, қаштық, достар, қаштық. Давай, кеттік. Енді жете алмайды бізге. Мына слэшл лаки блоктан өте қымбат зат түседі, достар. Так что бұны обязательно түрде ашу керек. Так, достар, базаға келдік. Екінші этажға көтерілейік и сол жақтан ашайық. Бұдан бір қымбат брейнрот түсе екен. Давай. И бұдан бізге 6-7 түсті, достар. 6-7-ді мына жерге қойайық. 6-7 өте күшті брейнрот. Бұл бізге қазір одан да көп ақша алып келетін сияқты. Қазір көретін боламыз. Так, бұны да көтерейік максималды түрде. Нешінші уровеньге дейін баратын көрейік. Так, достар, бұл бізде 2,6 миллион алып келеді. Көріп тұрғаныңыздай, бұл 74-ші уровень, достар. Офигеть. Так, тағы да 2 брейнрот алып қайтсақ болады. Мен ойымша ештеңе артық етпейді. Өте күшті брейнроттар түсіп жатыр әзірше. Так что пока ақша бар кезде алып қайтайық. Так, міне келдік мына уровеньге, бірақ мына жерде әзірше дым жоқ екен. Білмеймін неге екен. Бірақ қашан пайда болатынын білмеймін. Celestial spawns in 6 minutes дейді. То есть 6 минутта пайда болады дейді.
Мына жаққа дейін біз жете алмаймыз әзірше. Мына лаки блок мына жақтан ағып тұр. Көрдіңдер ма ана жерде тұрған лаки блок? Жақсы достар, онда әзірше ақшамызды жинай тұрайық. И не істесек болады? Басқа бір зат сатып алсақ болады. Көрейікші. Boards бар еді, 10 триллион тұрады, бірақ ол по идее. Иә, 10 триллион тұрады. 10 триллионға жеткізу үшін бізге ақша көбірек қажет. Онда былай пока что жүре тұрайық, ақшамызды жинап осылай. И 10-ға дейін жеткізу керек бізге. 10 триллионға. Екінші қабатқа барайық. Екінші этажымыздан да алайық. 6-7-нен де алайық, мынадан да алайық. Болды, жетеді. Енді көрейік. Boardsқа кіреміз. 10 триллион тұрады. Міне мистик. Equip. Болды, кидік. И бұл бізде гитара, достар. Бұл бізде гитара. Кеттік гитарамен айдап барамыз енді. Мына гитара деген одан да тезірек айдайтын сияқты. Ойбу, мына гитара деген гитарамен ұшамыз о, кәдімгідей. Так, секретке дейін оңай жетеміз, достар. Дым қиналмай жетеміз. Тоже спокойно жетеміз. Бірақ бұл жерде бізде брейнроттар жоқ. Мен соған не істеп тұрмын? Қиналып тұрмын. Қараңдар, дым жоқ. Шынымен ешқандай брейнрот жоқ. Неге екен білмеймін бірақ. Онда мистикке бара тұрайық, секретке. Секретте қымбат брейнроттар бар ма екен? 530 мыңдікі бар екен. Жоқ, 483 мыңдікі бар екен. Осыны ала тұрайық онда. Одан да қымбат бар ма? Одан да қымбат бар ма, достар? Жоқ, одан да қымбат жоқ екен. Онда осыны ала берейік. Әзірше басқа вариант жоқ бізде, достар. Одан қымбат брейнроттар жоқ. Сондықтан тек осыны ала тұрамыз. Главный өліп қалмау и спокойно базаға дейін жеткізу. Болды, базаға дейін жеткіздік. Бұны біздер тоже екінші қабатқа қоятын боламыз. Ақшаны максималды түрде жинап алайық. Так, бұны біздер мына жерге қоятын боламыз и максималды түрде көтерейік. Кеттік. Так, максималды түрде көтердік. Бұл бізге енді 1 биллиондай алып келеді, почти что. 1 биллиондай. Көтерейікші максималды түрде, көрсем сендерге. 1 биллион деп шығу керек. Міне, 1 биллион деп шықты. 1-1. Өте күшті, достар, өте күшті. Так, достар, мен кішкене АФК-ға кететін болатын шығармын. Бір 5-10 минутке, себебі біздер әлі соңғы уровенге жете алмай тұрық. Соңғы уровенде өту үшін бізге тағы да көтеру керек көп заттарды. Кеттік. Итак, достар, 10 минуттай өтті. Шын өмірдегі қазір көретін боламыз. Қанша ақша жинадық. Барғын жинап алайық, достар. 21 триллион дейді. Так, енді мыналарды астындағысын барын жинасақ, 34 триллион и 43 триллион жинадық, достар. Көрейікші, 43 триллионға бізге не жетеді? 43 триллионға бізге не жетеді? Magic Carpet деген бар, достар. Мүмкін соған ақша жинарымыз деп ойланып тұрмын. Көрейікші, ойланып көрейік. Мүмкін соған жинап көреміз бе? Әлде... Так, лучше ребят жасасайық, достар. И пока что қараңдар, онда қазір біздер ақша жинай тұрайық и Magic Carpet сатып алайық 100 триллионға. И сосын барып, мыналарды да көтерейік. Оған бір примерно 15-20 минут күте тұрам, бірақ видео үшін мен күтетін боламын, достар. Кеттік. Қараңдар, достар, бізге қандай брейнрот түскен, мен жапшаңа, короче, просто так айдап барам ғой. По приколу, көрейінші не бар екен деп. Қарасамдар 6-7 тако түрі түскен маған. 8 миллион секундына алып келеді, достар. Офигеть. Күшті. Кәдімгідей 6-7 ғой, мынау бірақ қымбат түрі. Одан да қымбат түрі. Қараңдар, қазір бұны біздер сатып алатын боламыз. То есть, улучшать ететін боламыз. Так, бұны екінші қабатқа қойайық, достар. Бұны екінші қабатқа қойайық. Міне жаңа тағы да бір брейнрот маған подарқа берді. Так, осыларды көтерейік. Мынаны 10 триллионға дейін көтерейік. Ой, 20 триллионға дейін. Болды, көтердік. Енді мынаны көтерейік максималды түрде. 6-7 тако түрі, достар. Тако түрі деген өте қымбат болады. Так что бұл түскені бізге өте прям повезло. Бұл бізде, достар, 8-де 1 биллион алып келеді секундында. Ең қымбат брейнроттардың ішінде осы. Осы біздің брейнроттар арасындағы ең қымбат осы тако сияқты, достар. Тако брейнрот. Бұл өте қымбат болып келеді. Қазір, достар, мен соңғы рет АФК-ға кетем 10 минуттан кейін. И осы 10 минуттан кейін келіп ақшамызды жинайтын боламыз. И мен ойлаймын, точно өтеміз деп ойланып тұрмын. Осы ойынды бізге точно өту керек, достар. Так что, өтініш, достар, лайк басып, комментарий қалдырып кетейік, ал мен қазір скоро оралатын болып қайтадан. Кеттік. Так, достар, мен қайтып оралдым. Жаңа бізге жазып тұр. Godly брейнрот спавнет деп тұр. Бізге бұны алып кету керек, срочно, достар. Бұл қандай брейнрот екен, көретін боламыз. Егер біздің алдымыздағы игрок алып кетпесе оны. Бірақ ол алып кететін сияқты что-то соны. Иә, біз үлгермейтін сияқтымыз. Godly деген бірақ басқа брейнрот, ол мына жақта сияқты. Біз оған әлі жете алған жоқ сияқтымыз, мен ойымша. Біз даже мына жаққа дейін жеткен жоқпыз ғой, офигеть. Жақсы, достар.
осы ақшамызды жинап алайық и қандай улучшение келетінін қазір көретін боламыз достар. Қандай улучшение келетінін көретін боламыз. Мүмкін қазір біздер қымбат бір улучшение жасап, немесе Бовардтан сатып алсақ болады. Триллиондікі бар екен достар. Немесе осы жерден скоростьті көтерсек болады тағы да. Бірақ бізде скорость и так-то максимально деп айтсақ та болады. Білмеймін, типа қандай разница бар оны. Көтерсек те, көтермесек те. Так, 139 триллион тұрады келесісі. Онда әзірше скоростьті көтеріп тастайық. Бірақ білмеймін, қандай разница болатынын көрейік. Мүмкін онымен бір зат өзгеретін шығар. Бірақ мен дым сезіп тұрған жоқ пока что өзгеріп жатқан. Так, мынаяқтан былай өте саламыз. Қатты қиналмаймыз әзірше. Қиындық жоқ әзірше. Мысалға, келесі уровеньге өту үшін бізге қатты көп скорость керек емес. Бізге наоборот секретін болу керек. Міне, осылай көп секіру керек. Так, келесі уровеньге өте аламыз ба? Көрейік шал. Өте алдық достар. Годлиге жеттік. Офигеть. Годлиге біздер жеттік. Бірақ Годлиде мына жерде ешқандай брейнрот жоқ. Көріп тұрсыңдар ма? Себебі жаңа басқа игрок алып кетті. Ал мынау, мынаған жете аламыз ба біз? Мынаған жете алмаймыз ау, достар. Мынаған жету үшін өте қымбат зат керек сияқты. Онда әзірше достар, мен ойланып тұрмын, мүмкін осымен аяқтаймыз ба деп. Себебі келесі брейнротқа жету үшін, то есть мына уровень слэшылға жету үшін, бізге как минимум тағы да бір видео түру керек сияқты. Онда әзірше осымен біз осы видеодан тамамдайық, себебі келесі уровень жету үшін бізге өте көп тағы да уровень керек, яғни уровень де керек, скорость де керек и прыжок керек. Ал сендермен болған достар, мен Турбо Қазақ. Егер де сендер дәл осы видеоның екінші частын көргіңіз келсе, лайк басып, комментарий қалдырып кеттің, екінші часть деп. Сонда мен келесі частын түсіретін боламын. Барлықтарыңа қош сау болың, күндерің сәтті өтсін. Пока-пока.